Assalamu alaikum Kocaeli Makler көрермендері. Бұл тарепimiz 40-шы. Ал бұл жағымыз болса базарға кетеміз. 2 минутта базарда боласыз, пияда жүрсеңіз. Бұл тарепimiz Kocaeli темір жол вокзалға кететін жол. Бұл жолдан 3 маршрут жүреді. 7, 8, 1 деген. Локациясы зор жерде жайласқан жайымызды көрсетеміз. Өзі арзан, өзі жақсы жайлар. Сондай арзан жайлардан ұзақпаспау үшін лайк, подписканы басып, бәріңізді бөлмей отырамыз ағайлар. Үйіміздің сыртқы көрінісі. Үйімізге кіре берсе осы жер. Әзірше бұл жерде базарға шығатын квартирант бар екен. Склад есабында қойыпты азыр. Бұл жерге тек затларын қояды болғаны. Бұл тареп атыс тарепке шығатын. Ол жерінде летний кухнясы бар. Зимнияға көшіріп қойыпты әзәммесін. Бұл тарепimiz болса атыс тарепі. Атыс тарепіні холодовкасы бар, қоралары бар, қажетханасы бар. Бұл жағында да кухнясы бар. Іштен кіріп болады, сырттан кіріп болады деген тағы бар. Асамдай ханаларымыз бұл тарепте. Келе берсек осы тарепте. Әзірше бұл жер склад есабында тұрыпты. Міне кірдіңіз, кірген жер үлкен холы бар. Бұл жағында детский комнатасы бар. Бұл детский комнатаның іші. Бұл жағында асамдай ханалары. Бір хана бұл жерде. Бұл жағында залы бар. 5,5 метрге 6,5 метр кең, ремонт жағдайлары да жақсы. Ал бұның бақасына келетін болсақ 300 миллион айтылып жатыр. Келісімді бақада қатып қалған сен емес, ағайлар. Бұл жағында тағы бір ханасы бар. Ремонт жағдайлары да жақсы. Бұл жағы міне зимний асханасы екен. Şimdi айрым затлары қалады. Котелі бұл жерде. Лимиттен өтпейді деп жатыр. Газдан, судан, тоқтан проблема жоқ. Бұл жағы душевой. Батареялары бар, ішілері. Баяғы ремонтланбаған, баяғы ремонтпен тұрыпты. Жағдайлары жақсы. Сондай арзан жай іздеп жүргендерге жіберіп қояйық. Kocaeli'нің жақсы зор локацияларынан. Әтібәрің үшін рахмет. Сау саламат болың.